Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіз кімді таңдайсыз? Алашорданы ма, Нұр Отанды ма? Әрине, оларды салыстыруда күлкілі. Бірақ бүгінде Алихан десе кірпідей жиырылатын тұз көзіріміз бен корольдарымыз сол Алиханның тырнағына татим екен. Жер қазақтікі, тілсіз қазақ жоқ деген Алиханның асыл сөзінің қаншалықты күлпарша болғанын бүгінгі видеомызда жасырмай баяндайтын боламыз. Кеттік ендеше. Құрметті көрермендерім, әдеттегі дәстүр бойынша 1 минутымызды қиып, видеомызға лайк басып, арнаға тіркеліп, қасында шыққан құта қандай қоңыраушаны баса кетулеріңізді сұраймын. Еңбекменен шабыт беру сіздерден ағайын. Шын мәнінде қазіргі қазақ елінен алаш автономиясы әлде қайда тәуелсіз болған. Неге? Әлихан Бөкейхан Ресей демократиялық ел болса, автономиялы мемлекет болып уақытша тұруды көздеген. Себебі ол кезде қазақ халқының 90% жуығы сауатсыз болған. Мұндай жағдайда бірден тәуелсіз мемлекет болып кету күрделі екені бесенеден белгілі. Алайда Алашорда үкіметі мен алаш автономиясының ұстанымы биыл тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтіп жатқан қазіргі үкіметтен әлде қайда мықты болды. Бұған алаштың 5 бірдей ұстанымы дәлел бола алады. Бірінші ұстаным: жер, жер және жер. Жерсіз отан жоқ. Әлихан Бөкейханның ұйғарымы бойынша қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен технологияны сүйеніп, толық игермейінше, жер жекеменшікке де, қоныстанушыларға да берілмейді. Яғни жер отан, ал отанды сатуға да, жекеменшікке беруге де болмайды деп қарсы шыққан еді. Ал қазір биліктің жерге байланысты ұстанымы қандай? Үкімет 2000 жылдан бері жерді шетелдіктерге жалға береміз деп жанығып жүр емес пе? Жер сатылмайды деп короліміз кесіп айтқанымен шетінен жеріміз мұжылып жатыр. Оған кешегі Көптоғайдағы келеңсіздіктер куә. Путекең бастаған шовинистер Қырымның шипасы бітсін, содан кейін ісім Қазақстанмен болсын. Солтүстік наш деп екі қолын түкіріктеп те отырған шығар бәлкім. Алла сақтасын. Жеке меншікке де, қоныстанушыларға да берілмейді деп айтқан Алашорда үкіметі тәуелсіз бе, жоқ әлде қазіргі Қазақстан ба? Екінші ұстаным: жердің астындағы, үстіндегі, аспандағы барлық игілік қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек. Әлихан Бөкейханның айтуынша, оның әрбір түйір тасы әр қазақтың өңіріне түйме болып қадалуы керек болатын. Қазіргі кезде Менделеев кестесіндегі байлық сізбен бізге бұйырып отыр ма? Неге тәуелсіздігіне 30 жыл болған бүгінгі билік әрбір түйір тас әр қазақтың өңіріне түйме болып қадалуы керек деп айтып, тап солай саясат жүргізбейді? Батыс пен орталық Қазақстан, орыс пен Қытайдың, қала берді ағылшын мен арабтың меншігінде. Ал енді кім тәуелсіз? Алашорда ма, әлде қазіргі қазақ елі ме? Үшінші ұстаным: Әлихан Бөкейханның жобасы бойынша қазақтың жерінде өндірілген бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқыма болып киілуі керек еді. Яғни толықтай экономикалық тәуелсіздік пен бірлікке қол жеткізуге ұмтылуы тиіс. Қазір біз өзімізді экономикалық тұрғыдан толық тәуелсізбіз деп айта аламыз ба? Әрине жоқ. Үкімет жыл сайын Қытай мен өзге де елдерден қарыз алып жатқан кезде бұлай айта алмасымыз анық. Төртінші ұстаным: қазақ мемлекетінде мемлекет құрушы ұлттың тіл, діл үстемдігі болуы керек. Яғни Халел Досмұхамедұлының пайымдауына жүгінсек, ұлттық мәдениет үстемдігі сақталуы тиіс болатын. Яғни ұлттық идеология. Алаш арыстары тіл үстемдігі болуы керек десе, біздің билік әлі күнге дейін Кремльге жалтақтап, ата заңдағы тіл туралы заңның 7 бабының 2 тармағын алып тастай алмай отыр. Аталған тармақта орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деп жазылған болатын. Сіздің ойыңызша кім тәуелсіз? Алашорда үкіметі ме, жоқ әлде қазіргі қазақ билігі ме? Дін туралы да көп нәрсе айтуға болады. 30 жыл бойы көп дінділікті насихаттап келдік. Ал Парсы патшасы Дарий мемлекет баянды болу үшін тіл және дін үстемдігі болуы керек деп айтқан екен. Бұл 5-ші түпкі мақсат. Тәуелсіз ғылымға, ұлттық салт дәстүрге негізделген заңға сүйене отырып, Жапонияның үлгісіндегі ұлттық демократиялық мемлекет құру еді. Егер біз 1920 жылы тәуелсіздігімізден айырылып қалмағанда, Жапония, ең кем дегенде оңтүстік Корея сияқты дамыған мемлекетке айналар едік.
Аталған елдерде жер асты байлығы мүлде жоқ деуге тура келеді. Ал біздің елде Менделеев кестесіндегі барлық қазба байлықтар баршылық. Марқұм шерағамыздың сөзімен айтсақ, алтын сандықтың үстінде жалаң бұт отырған мемлекетпіз. От тілді, оразалы ақынның тілімен түйіндесек, аспаннан киіз жауса да ұлтараққа жарымаған халықпыз. Кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған шағында ешкімге жалтақтамай ұлттық идеология мен реформаны қалыптастыру үшін маңдай терін тамызып, қызыл қанын ағызып кеткен алаш арыстарына бас ұрамын. Оларды сағынамын. Бейбіт заманның көгінде сондай аптал азаматтар қырандай қалықтағанда ғой шіркін. Бәлкім біз қорқақ қояндай бүгежектеп, жетім қозыдай маңырап отырмас едік-ау. Бір кем дүние. Арна авторы жас ақын Бағжан Бақбергенұлы. Сіз үшін Нью қазақ арнасы.